Бронхит. Көбімізде еститініміз. Менде хронический бронхит, бәрінде хронический бронхит, хронический панкреатит, хронический пилонефрит деген диагноз бар ғой деп жүре береміз. Хронический бронхит дегеніміз не? Рентгенде де сондай диагноз қойып жатады, КТ да сондай диагноз қойып жатады. Кейбір кезде дәрігерлер де сондай диагноз қояды да, емделудің қажеті жоқ дейді. Негізінде хронический бронхит деген кезіндегі острый бронхит дұрыстап емделмеген. 1-2 күн дәрі ішіп, одан кейін ұмытылып кетті, одан кейін ол хронический бронхит болып қалды. Бронх деген мысалға, бронхты болса көлденең алатын болсақ, сол труба арқылы ауа жүріп отырады ғой. Сол ауа жүрген кезде түпкі альвеолаға барып, сол жерде газ алмасу жүріп отырады. Ал егерде біз қабына беретін болса, осы мына шырыштығы бар, шыршастығы бар, тарылып қалады. Сонда ауаның жүруі қиындайды. Сол кезде адамда көп жағдайда жөтел болады. Кішкене ғана қабынса, бітеліп, тіпті ауа кірмей адамда тұншығу, одышка, ентігу болып жатады. Сол себептен темекі шегуді қою керек, көп жүру керек. Сосын дәрігердің емін алып, мына бронхтарды ашатын болсақ, өкпеге ауа кіреді. Егерде ауа түпкілікті жетпейтін болса, кейін соны ағза керек емес дүние деп фиброздап тастайды. Болмаса тыртықтандырып. Өкпеңізді, өміріңізді созу өзіңізге ғана байланысты.